факт-чекинг азаматтық журналист бағдарламасының бірінші тақырыбындағы қаржы нарығындағы интернеттегі алаяқтық қаржы пирамидасының құрбанына айналудан қалай сақтануға болатыны туралы ақпарат беріліп кеткен. Жарыққа шыққан ақпараттан кейін инвестициялық консалтинг агенттігі IC және әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қорына қаражаттарын салған жәбірленушілердің саны артуда. Сол қор арқылы ең төмен пайызбен үй аламыз деген азаматтарымыз үміттерін үзгеннен кейін біздің бағдарламамызға хабарласып, ақпараттармен бөлісе отырып, әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қоры компаниясының басшысы ретінде өзін әлеуметтік желіде таныстырып жүрген Тоғжан Божбан Гүлбану Сәпидің қорқыту ма, әлде дөрекі сөздері ма, қаражаттарын қайтармақшы болған салымшылардың WhatsApp желісіне Гүлбану Сәпидің хабарлама сөздері келіп жеткен. Салымшылардың рұқсатымен осы жазманы сіздерге ұсынбақшымын. Осыған орай бейнематериалымызды көре кетейік. Алан, так поступают только слабые люди. Ты, из-за какой-то квартиры, из-за каких-то 4 миллионов, такие душераздирающие крики и вопли вокруг себя разводишь, Барго, вот честное слово. Я тебя сама задушу. Если Барго, слова тура. Меня, Гүлбану Сәпи, Алан, никогда полиции не пугай. Если девушка. Потому что не твоя полиция мне дает деньги для того, чтобы я вам всем помогала. Не твое РОВД, не твое КНБ, нахрен, не твой Акимат, не твои там министерства, они не дают мне ни копейки денег. Я сама их изыскиваю, сама нахожу, по своему волеизъявлению помогаю. Он дает мне ерексем, Алан, түсінесің бе? Кому хочешь, тому и можешь мои голосовые сообщения көрсетуге, тыңдатуға. Сделает. Мне программе. Придут они. Начнут там проверять. Закроют все наши счета, закроют нашу компанию. Сон бүкіл халықтың қарғысы кімге тиеді? Маған тимейді, саған тиеді. Понимаешь? Ты вот эти вещи ощущаешь, хоть понимаешь, что ты творишь вокруг себя сейчас? Қазір ғана өздеріңіз көріп кеттіңіздер. Facebook желісіндегі Тоғжан Божбан Гүлбану Сәпидің жәбірленушілерге сонымен қатар салымшыларға айтылған сөздеріне куә болдыңыздар. Осы айтылған сөздерден кейін кейбір азаматтарымыз Гүлбану Сәпидің қолы ұзын, бір нәрсесі тиіп кетер деп бізге жолдаған бейне түсірілімдерді жарыққа шығармауды өтініш етті. Одан басқа, азаматтық журналистік зерттеуіміз басталып, ақпараттар жарыққа шыққалы бері инвестициялық консалтинг агенттігі IC және әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қорының қаржы кеңесшілері Майра және Индира деген азаматтар маған телефон салып, WhatsApp желісіне және Телеграмға 2 күннің ішінде біздің презентациялық материалымызды алып тастаңыз деп шарт қойды. Біздің рұқсатымсыз ақпараттарды жарыққа шығарғаныңыз үшін жауапқа тартамыз деп айта кетті. Оған орай бейнематериалымызды көре кетейік. Алло, саламатсыз ба, Мадина? Қалыңыз қалай? Саламатсыз ба, жақсы. Мадина, мен сіздің YouTube каналыңызды көріп жатырмын. Кім еді? Мен Қарағандыдан Индира боламын. Неге менің рұқсатымсыз? Менің полный ана жерде видео жасаған видео қызуымды YouTube'қа шығарғансыз. Әрбір нәрсені әрбір адамнан сұрау керек, Мадина ханым. Сіз маған қарағанда заңды жақсы білесіз. Если что, сіз менімен ойнамаңыз. Менде 81 мемлекеттің карточкасы бар қазір. Бір Қазақстанды бүйтіп басамын десеңіз, басқа мемлекеттер көтеріп шығады. 5 секунд бұл жерде ше. Инвестициялық консалтинг агенттігі IC және әлеуметтік корпоративтік отбасы мен жастарды қолдау қорының жеке кабинеттеріндегі презентациялық материалдар ашық көздерден алынғанын көріп отырсыздар. Азаматтық журналистік зерттеуімізде факт-чекті пайдалана отырып тағы бір жаңалыққа тап болдық. IC компаниясында жаңа табыс көздерін табатын, тез байитын бағдарлама іске қосылды. Соған орай бейнематериалымызды көре кетейік. Армысыздар, құрметті әріптестер мен серіктестер. Мен сіздерді бұған дейін ЖСН аталып келген және одан әрі атала беретін жаһандық жинақтаушы желінің тағы бір толықтырған нұсқасымен таныстырғалы отырмын. Әрине бұл желі біздің халқымыздың дәстүр бойынша асар екендігін бұған дейін айтып жүрміз, яғни адамдар өздерінің аздаған табыстарын қосу арқылы бір-біріне қаржы табуға көмектесетін тетік. Сондықтан бұл жағынан бұның мазмұны сол күйінде қалды, яғни бұл асарлату арқылы бір-бірімізге қазіргі қиын кезде көмектесу мүмкіндігін
одан ары қарай жандандыру мақсаты бар. Соған жұмылуға шақырамын. Енді жалпы ЖСН желісі бұрынғы маркетинг сол қалды, ештеңе өзгерген жоқ. Бұрын тринар, яғни әрбір қатысушы өзіне 3 серіктес тарту арқылы осы өзінің командасын құрып, одан ары қарай табыс табу жолына кірісетін. Сол күйінде қалды, ештеңе өзгерген жоқ. Барлық үстелдерде осы бір шақырған 3 адаммен сонымен жұмыс жасау арқылы, қалғандарын осы кісілерге көмектесу арқылы одан ары қарай дамытып, осыны табыс тапқан мақұл және соған арналған жүйе. Және 3 адамнан артық та көп шақырып та қажеті шамалы. Шақыратын болсаңыз ешкімге тыйым салынбайды. Ол өзіңіздің астыңызға, ол да сізге пайда болады. Бірақ мынау жақсы тиянақты жұмыс болу үшін шамадан тыс өзіңіздің жүйкеңізбен сақтап, жұмысыңызды өндіру үшін осы 3 адаммен шектелген жақсы. Егер ол 3 адам тыңғылықты болса, онда сіз 4 адам болып, одан ары қарай жақсы нәтижеге жетесіз. Енді антикризис, антидағдарыс деген бізде 2 үстел болған болатын, тағы да естеріңізге салып өтейін. Оның $13. Қазіргі кезде енді доллар курсының бағамына сәйкес, бұл бұрын 6.000 теңге болса, қазір 7.000 теңгенің шамасы болу керек. Яғни $13.000 бір-ақ рет кіресізде, жаңағыдай өзіңіздің ең жақсы деген түсінісетін 3 адамыңызды шақырып, алға қарай жылжи бересіз. Антикризис 2 үстелінде $26 жиналған қаржымен кіресіз, одан ары қарай жылжып отырып, Profit Box үстелдеріне өтетінбіз. Ол бәрі сол күйінде қалды. Мінекей, бұл Profit Box'те 7 үстел бар, оның барлығы сол күйінде қалды. Және бұл үстелдердің мысалға бірінші Profit Box 1-де $50 мен жылжып келесізде, соңыңыздан келген бірінші адамнан сіз $50 шығарып алатынсыз, ол сол күйінде қалды. Екінші үстелден $100 үстел бұл пакет. Бұлда да келген бірінші адамнан сіз $100 шығарып алатынсыз. Енді осы жерде бұл $100 қолға берілмейді. Оны жаңа турбо деп аталатын тетікке салып молайтуды қазір мен таныстырамын. Ал енді үшінші үстеліміз бұл жинақтаушы үстел. Бұл жерден ешқандай ақша шықпайтын. Яғни $600 жиналып, сізді 4-ші үстелге жылжытатын еді. Ол сол күйінде қалды. 4-ші үстелден $600 аласыз. Соңыңызға келген бір адамнан кейін, содан кейін 3 адаммен жылжып отырып, тағы 5-ші үстелге келесіз. Бұнда ақша шықпайды. Бұл да жинақтаушы үстел. 6-ші үстелден амандық болып, бір адам келіп жатса соңыңыздан, онда $3600 балансқа шығарып беретін. Сол жүйе бәрі қалды. Сөйтіп, 7-ші үстел мен $21,000 шамасындағы қаржы жинақтау мүмкіндігі сол 3 адамдық тринар жүйесімен бәрі сол күйінде қалды. Бұл жұмыс жасап жатыр. Енді не қосылды, не жаңалық, соған келетін болсақ, жаңада айттым. Міне 7 Profit Box үстелінің бұған дейінгі мынау антикризистің де шығарып алатын білесіз ғой. Ол енді $13, $26 шығарып аласыз. Бұл жерден сөйтіп, бұл жерде де өзінің пайдасы сол күйінде қалды. Енді Profit Box'те сол жаңағы аталған үстелдердің шығарып алу, ақша шығару мүмкіндігі сол күйінде қалды. Тек қана екінші үстелде Profit Box 2-дегі $100 қолға берілмейді. Ол турбо деп аталатын жүйеге салынады. Сол жерден ол $100 емес, 2 есе болып сізге тез арада қайтады. Және бұған адам шақырып қажеті жоқ. Бұрынғыша жұмыс жасай бересіз. Тек қана бұл жерде турбо аталатын жүйеміз осы біздің мынау сәл-пәл бәсеңсіп баяулап қалған желімізді қыздырып жеделдетеді жұмысын. Міне соған арналған. Яғни сіз бұл жерде Profit Box 2 үстелінде егер бұрын келіп $100 алып алсаңыз, онда ол $100 кетіп қалды. Бұл турбоға түспейді. Турбоға түсу үшін сіз тағы да $100 пакет алуыңыз керек. Содан кейін соңыңыздан бір адам тағы да өзіңіздің серіктесіңіз де $100 пакет алғанда сізді мына турбо тетігіне салады.
итереді. Егер бір адам келмесе, онда ол тұра бересіз сіз. Онда ол жылжымайды. Жылжу үшін жаңағыдай бір адамыңыз келеді. Қалған екі адамыңыз келіп жатса, онда ол онымен бұрынғыдай GSN-нің желісі бойынша үшінші столға жылжып, ол қаз-қатар параллель түрде жұмыс жасай береді. Ал тек қана торбыға қатысты, ол сіздің соңыңыздан бір адам келсе жеткілікті. Яғни, торбыға ену үшін екі жол бар. Біріншісі, жұмыс жасап, яғни антикризис бір үстеліне $13 кіресіз де, өзіңіздің үш адамыңызбен жылжи отырып, антикризис 2-ке келіп, бұдан жылжи отырып, ProfitBox бір үстеліне келіп, сосын бұдан кейін дәл сондай үш адамыңызбен тренер жүйесімен жылжи отырып, жаңағы ProfitBox 2 үстеліне келесіз. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, ProfitBox 2 үстеліне бірден басыңызды қатырмай $100 саласыз, $100 пакет сатып аласыз. Сосын соңыңыздан бір адамның келуін күтесіз, болмаса соған жұмыс жасайсыз. Сөйтіп келген кезде сіз торбаға өтесіз. Өткеннен кейін не болады? Қандай жағдай болады? Өткен кезде дәл сіз сияқты адамдар ол торбаға өтіп жатыр. Және ол әртүрлі бұтақтан, әртүрлі веткадан өтеді. Кімнің жеке шақырған адамы екені ешқандай есепке алынбайды. Кім торбаға жаңағыдай өзінің сәтімен түседі, солар барлығы кезекке тұрады. Ол кезек барлығын компьютер программа жасайды, робот жасайды. Ешкім оны аудара алмайды. Яғни бір-бірінің арасына жылжыта алмайды. Сондықтан бұл жерде тек қана адамдар осыған түсуге асығу керек. Бұның арасында сіздің жеке шақырған адамыңыз да болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Сөйтіп сіздің соңыңыздан 3 адам кірген кезде $100 мен $300 табыс сізге бет бұрады. Сол $300-лың $200 бірден балансыңызға түседі. Қалған $100 мындай жолмен бөліске түседі. $13 антикризис бір үстеліне барып, бір орынды тағы алады. $50 үстелде, яғни ProfitBox бірінші үстелден тағы да бір клон алады. Сөйтіп, осындай 2 орын тағы да сіз аласыз. Сөйтіп, қалған, бұның барлығы $63 болатын болса, қалған $37 қайда деген сұраққа мынадай жауап бар. Яғни, сіз рефералдық, яғни шақыру жолымен өзіңіздің соңыңыздан, яғни торбаға енгізуге атсалыссаңыз, бұл міндетті емес соңыңыздан түсе ме, әйтеуір торбаға сіздің шақырған адамдарыңыз түсіп жатса, мынадай жолмен табыс табасыз. Бірінші деңгейдегі, бірінші қатардағы адамыңыз кірсе, бір адамыңыз, онда $20 аласыз. Жаңағы $37-ның $20 сіздің балансқа түседі. Оның астындағы, яғни сіз үшін екінші қатардағы адамыңыз кіріп жатса торбаға, онда сізге тағы $10 қосылады. Үшінші қатардағы, үшінші деңгейдегі адамыңыз торбаға еніп, ол да өзіне осындай табысқа түсіп жатса, онда сол үшін сізге $7 тағы қосылады. Осындай жолмен $37 тағы да қосылады. Яғни бұл дегеніміз, бұл командамен жұмыс жасауға, былай айтқанда итермелеу, соған түрткі болу, мотивация жасау. $37 далада жатқан жоқ, ол да біраз ақша. Сондықтан осындай үштікпен осылай жақсы жұмыс жасау арқылы торбаны да жақсы табыс көзіне айналдырасыз. Және де GSN-дағы ProfitBox ол да параллель түрде жұмыс жасай береді. Дәл осындай жолмен. Ол енді адам шақыруға арналған, бірақ та осы торбы жұмыс жасайтын болса, ол адамдардың келуін молайтып, адамдардың келуіне түрткі болып, бұл жылжу тезірек жүреді мына жақта. Қазіргі кезде бұл жерде бірнеше мың адам кіріп, олардың ақшалары әртүрлі бұтақта ілініп тұр. Яғни оны сілкіп алатын жағдай болмай тұр. Сондықтан осы торбаны қосу арқылы біз осы жылжуды, яғни тездетеміз деген сенім бар. Сол арқылы осы ілініп тұрған ақшаның барлығы, яғни осы желіде қозғалысқа түсіп, табыс жолына айналады. Егер бұдан табыс табылып жатса, онда мынау торбаға адамдар
тағы да салады. Бір емес бірнеше рет сала бересіз, ешқандай шек жоқ. Бірақ та сіз енді тек қана ақша салып қойып күтіп отырғанмен болмайды. Кемінде бір адам сізді соңыңыздан кіріп, мына ProfitBox екінші үстелге сізді торбаға итеріп салу керек. Енді мына кісіңіз ренжімес үшін оған да көмектесіп, оның соңынан адамдардың келуін, яғни ұйымдастыру керек. Сөйтіп, егер де дәл осындай мына 3 адамыңызбен осылай жұмыс жасасаңыз, онда олардың астындағы адамдар да жұмысқа кіріседі. Сөйтіп, торбада жүреді, бізде ProfitBox үстелдерде қан жүріп, жылжу өте жақсы деңгейде болады. Енді жалпы процесін түсінгіңіз келсе, тағы да айтып өтейін. Екінші үстелден, ProfitBox екінші үстелден $100 торбаға кетті. Содан кейін дәл осындай жолмен адамдардың барлығы таласып тармасып торбаға өтіп жатыр. Кімнің артынан, кімнің адамы, кімнің менторы, оған ешқандай қатысы жоқ. Торба ешкімге қарамайды, бәрін дізіп қояды. Кім қай уақытта кірді, сол бойымен тек секундына дейін бәрін есептеп, бәрін қаз-қатар дізіп қояды да. Әрбір 3 адам, 4 адам сайын бір адам осы торбадан ақшаны алып отырады, жылжып отырады. Және бір емес жаңағыдай 2 рет біз сақиналап отырмыз. Антикризис бір үстеліне бір клон беріліп отыр, және ProfitBox үстеліне тағы бір клон беріп отыр. Оның барлығы сақиналау, яғни закольцовка. Сөйтіп, олардың барлығы да жылжи береді. Сіздің шақырған адамдарыңызға ол да ықпалы болады, ол да көмек болады. Осындай жолмен бұл тездетіледі және өте жеңіл болады. Әрине, жұмыстың басында осының барлығын қыздырып, залппен, яғни топ-тобымызбен кірсек, онда өте жақсы көрініске ие боламыз. Негізінен айтайын дегеніміз осы. Осындай мүмкіндікті қалт жібермей, бірге кірісіп, жұмыла қосылған дұрыс деп шақырамыз сіздерді. IC қаржы компаниясының турбо жаңа бағдарламасында да пирамида схемасы бар екенін де көріп отырмыз. Осыған орай келесі тақырыбымызда қаржы пирамидаларының әлеуметтік желідегі орны туралы мамандарымыз сұрақтарға жауап, сонымен қатар медиа сауаттылықты ұсынады. Қош сау болыңыздар.